Ақсақ темір, Әмір темір, Темір, Тимур, Тамерлан. Осы аттар тым көп болған, бірақ мен тағы мұсылман аттарында айтып тұрған жоқпын. Қысқасы, Тимурид империясын құрған адам. Ақсақ темір, енді Темір 1336 жылы 9 сәуірде дүниеге келген. Осы видео оның туған күнде шығу керек. Енді Темір бай отбасында дүниеге келген, бәрі болды. Бірақ бәрібірде тентек бұзық болды. Бұзықтығы жай төбелесуден бастап мал ұрлауға дейін баратын. Бірақ бір күні мал ұрлап жатқанында малшы Темірге атқан садағымен. Екі оқ Ақсақ темірдің оң қолына тиді, ал біреуі оң аяғына тиді. Сол күннен бастап ол Ақсақ темір болды. Темір емес, Ақсақ темір. Бірнеше жылдар өтті. Ақсақ темір ол Шағатай хандығының әскеріне қосылды. Басында оның қоластында 7 қана адам болған. Бірақ ақырындап өсті. Мыңдаған адамдарға. Тағы да бірнеше жылдар өтті. Шағатай хандығының ханы өліп, жаңа әлсіз хан таққа келді. Оның баласы қысқашасы. Ол соғыстарды жеңе алмайды, ешқандай мүмкіндігі жоқ. Бірақ ода бірақ қана жақсы генералы бар. Ол білесіздер ғой енді, Ақсақ темір, Әмір темір. Әлі Әмір болмады бірақ. Ол бірінші Ақсақ темірді жау ханға жерді, шабуылдап жатқан. Сонымен сонымен соғыссын деп. Бірақ Ақсақ темір ертесіне Шағатай хандығын сатып, сол жау хандыққа қосылып шабуылдады. Бірақ тағы да бірнеше аптадан кейін жау хандық екеуінен де мықтырақ бағана хандықтардан шабуылдады. Ақсақ темір анау екеуін сатып, жаңа хандыққа қосылды. Жаңа хандықтан тағы да қысқасы бірнеше рет сатып кетті бәрін. Содан бәрі әлсіреді де, ал Әмір темір күшін көбейе басады күші. Солай ол түгел хандықтар басып, сол жердегі Самарқандта астанасы қылды. Бірақ ең бірінші жерді басып алғаны үлкен, ол көршілес хандықты. Сол көршілес хандықты басып алғаннан кейін көзін оңтүстікке тігіп, парсыларға шабуылдады. Парсыларды оңай жеңіп тастады, олар қысқасы, қырып тастады парсыларды. Бірақ олар бәрібірде көтеріле берді. Ақсақ темір көтерілістерді басып жатқанында солтүстіктен Алтын Орда шабуылдады. Содан Ақсақ темір түгел әскерін жинап, Алтын Ордаға шабуылдады. Алтын Ордада ол 1 жыл Мәскеуде болды. Мәскеуді ұстап алғанды. Айта кетуім керек, осы уақытта Ақсақ темір өзін хан ретінде қойғысы келді. Бірақ қоя алмады, өйткені ол Шыңғыс ханның ұрпағы емес. Өзін халифат ретінде қойын десе, мұсылмандар қорғайтын адам. Ол Мұхаммед пайғамбардың тайпасында ешқандай қатысы жоқ. Содан ол Әмір деген атақты алды. Екеуінің араласы сияқты. Бірақ бәрібірде ол ханды қою керек, сол үшін ол бір әлсіз Шыңғыс хан ұрпағын алды, таққа отырғыза салды. Ақсақ темір бәрін басқарды, ал хан бәрін басқарды. Содан ол қысқашасы парсылар жеңді, Алтын Орданы жеңді. Енді ол көзін батысқа қарай тікті. Айтып отырғаным, жаңадан шығып келе жатқан Осман империясы мен мәмлүктер. Мәмлүктер қатты қиындық болмады, олар оңай жеңіп тастады. Бірақ ол Осман империясымен кішкене таласты. Атақты Анкара шайқасында османдармен соғыс жатқанда, қысқашасы ол османдарды өлтіріп тастады, қырып тастады. Тіпті ол Баязид бірінші Осман империясының сұлтаны, басшысын тұтқынға ұстап алды. Бірақ олар бір-бірімен сөйлесіп, дос сияқты болды. Енді ол көзін Үндістанға тікті. Үндістанда Дели ең үлкен қала болған және ең маңыздысы. Ақсақ темір түгел әскермен Үндістанға шабуылдап жатқанында Дели сұлтаны пілдер жүрген. Соғыс пілдері де бұлай мүйіздерін умен қаптап, әртүрлі
денелеріне әртүрлі темір жабыстырып, жай қазіргі сөзбен айтқанда танк сияқты жүргенде пілдерді. Шыңғыс ақсақ темір таяқ жеді қысқашасы. Пілдерге ешқайсысы тұра алмады. Сол үшін ол бір ой ойлап, енді бір тактика ойлап тапты. Түйелерді алды, ода түйелер көп болды. Түйелерді алды, денелерін кеуіп қалған шөппен қаптады, жабыстырды, өртеді шөпті, және пілдерге жіберді. Пілдер айқайлап жатқан түйені көрмегенде, әсіресе өртеніп жатқан түйені. Содан пілдер арқа қарай қашып кетті. Содан ақсақ темір Делиді да басып алды. Сұлтанын өлтірді. Болды. Осы уақытта ақсақ темір 10 жыл ішінде, енді Осман империясымен Делиға шабуылдаған уақытында, ол Анкара, Анатолия, Дамаск, Сирия және Бағдадты басып алды. Бірақ барлығынан ең қатты таяқ жеген, ең көп қиындықтар көрген қала Бағдад болды. Бағдадта ол 20 мың адам өлтірді. Өлім туралы айтып жатқан кезімде айта кетуім керек, ақсақ темір 17 миллион адам өлтірді. 17. Сол уақыттағы халық санының 5%. 5%. Енді Шыңғысханға жетпейді, бірақ бәрібір. Содан ақсақ темір енді 67-68 жасында қартайды шал. Содан ол көзін соңғы жеңісі Қытай болды. Қытайды басып алсам болды дегені де. Қытайға жорыққа шыққанында оған суық ұстап отырарды өлді. Енді Қазақстандікі. Содан денесін ақсақ темірдің, Әмір Темір денесін Самарқандқа апарды, Самарқандта жерледі. Батыста ақсақ темір, Әмір Темір, ақсақ темірді қысқашасы Тамерлан ретінде білетін. Өздеріңіз білесіз, өздеріңіз зерттеңіздер неге екенін. Жай қысқашасы Тамерланның атынан бірнеше атақты жазушылар, композиторлар оған ол туралы жұмыстарын жасады. Мысалы, атақты ақын және жазушы Эдгар Аллан Поның ең бірінші өлеңі Тамерлан туралы болған. Және атақты композитор Вивальдиның бір операсы Тамерлан болған. Тамерлан, ақсақ темір. Тағы да көп осындай заттар бар, бірақ маңызды емес. Қысқашасы ақсақ темір өлгенінде 43 әйелі болды және көп балалар болды. Өздеріңіз есептеңіздер соны. Енді бір қызықты мәлімет айтайын. Ақсақ темір өлгенінде осындай аңыз шығарды да, кім ақсақ темірдің сүйегін жерден шығарады, сол адамның еліне ақсақ темірден де қауіптірек жау шабуылдайды деген. 1941 жылы Сталиннің бұйрығымен орыстар, Совет одағының археологтары ақсақ темірдің сүйегін Самарқандтан шығарады. Бетін көру үшін де қандай болған деп. Ертесіне Совет одағына немістер шабуылдады. Операция Барбаросса. Өздеріңіз білесіздер не екенін. Жай солды. Соны көп адам біледі. Бірақ та айтуым керек, 1942-1943 жылдары ақсақ темірдің денесін қайтадан көмгенінде Самарқандта жарты айдан кейін Совет одағы Сталинград шайқасын жеңді. Осы маңызды болып отырған себебі, Сталинградта жеңілсек, біз қазір немісше сөйлейтін едік, немісше айтатын едім сіздерге. Енді осы ең қызықты мәліметтер деп ойлаймын. Бірақ, кім біледі, тағы да 100 жыл ішінде тағы да қызықты мәлімет табатын шығармыз ақсақ темір туралы. Жарайды, қош, сау болыңыздар, келесі эпизодым Шыңғысхан туралы.